Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге 15 минутта пісіп шығатын, өте жұмсақ болып шығатын үй жағдайында осындай печенье дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен 2 жұмыртқамызды аламыз, одан кейін үстіне қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Біраз қантымыз ағарғанша осылайынан венчиктің көмегімен араластырамыз. Міне біздің қантымыз біраз жұмыртқа екеуі ағарғанша осылай араластырдық. Енді оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Оны да жақсылап істеп араластыратын боламыз. Және оның үстіне өлшеп алған ұнымызды саламыз. Одан кейін 1 шай қасық қопсытқышымызды салатын боламыз. Барлығын салып болғаннан кейін жұмсақ қамыр осылай елеп шығатын боламыз. Оны 5 минутқа тындыруға қойып қоямыз. Міне қамырымыз тынды. Енді оны дәл видеодағыдай бөлшектерге бөліп аламыз. Қамырымызды бөлу үшін ыңғайлы болу үшін осылай 2-ге бөліп алдым. Одан кейін оны осылай домалақтап, осылай қолымызбен дөңгелек печенье формасына келтіріп аламыз. Домалақтап алған үстін аздап қана басамыз. Міне барлығын осылайынан дөңгелектеп шығамыз. Одан кейін стаканның немесе осындай дөңгелек формамен осындай әдемі узорлар жасап шығамыз. Печеньеміз одан сайын әдемі болу үшін. Міне барлығына осылай жасап шығамыз. Печеньем бетіне узор жасап болғаннан кейін осындай бетін тәтті болу үшін осылай қантқа аунатып аламыз. Барлығына осылай аунатып аламыз. Қызып тұрған пешімізде 200 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Міне печеньелар пісіп дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дүкеннің қымбат печеньеларын алғанша үй жағдайында осындай жұмсақ печеньеларды өз отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Достар, егер менің каналымның жаңа көрермені болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауына басып қойыңыздар. Алдағы уақытта осындай рецепттер шығып тұрады.